Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің 3-ші курс студенті Мусулманбекова Алина. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі оқу іс-әрекетіміздің тақырыбы арыстар мен тышқан ертегісі. Оқу іс-әрекетіміздің мақсаты балаларға ертегіні оқып таныстыру, ертегі мазмұнын түсініп, өз ойларын жеткізе білуге тәрбиелеу, қамқор болу арқылы ойлау қабілеттерін дамыту, балалардың бір-бірлеріне шыншылдық қасиеттерін тәрбиелеу, ертегі арқылы балалардың адамгершілік сезімдерін тәрбиелеу. Оқу іс-әрекетіміздің әдіс-тәсілдері сұрақ-жауап, суретпен жұмыс. Оқу іс-әрекетіміздің көрнекі құрал-жабдықтары суреттер, арыстан мен тышқан ертегісінің бейнесі. Оқу іс-әрекетіміздің билингвалды компоненті тышқан мыш, арыстан лев. Бүгінгі оқу іс-әрекетіміздің шаттық шеңбері ала қанды ашайық, тауыққа жем шашайық, бір отырып, бір тұрып, қонақтап дем алайық. Балалар, осы суретке назар аударайықшы. Нені көріп тұрсыңдар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Арыстан мен тышқанның бейнесін. Балалар, сендерге ертегі тыңдаған ұнайды ма? Олай болса, мен сендерді ертегі тыңдауға шақырамын. Арыстан мен тышқанның достығы жайында. Ерте заманда бір арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Үстінен бір тышқан жорғалап жүріп бара жатқанын сезеді. Ұйқысынан оянады да, тышқанды ұстап алып, қысып өлтірмекші болады. Тышқан: «Я, тақсыр, арызым бар, мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіріңіз, білмеген екенмін. Тірі жүрсем, мен де бір қызметіңізге жарармын», деп арызын айтады. Арыстан күліп тұрып: «Мен арыстан, сен тышқансың. Қалжыңыңды қой, сен маған қызметке жарамайсың. Бірақ бір жолға босатайын. Бар енді, көрерміз», деп тышқанды қоя береді. Тышқан пақыр қуанып, «Арыстан досым», деп жүгіріп ойнап кете береді. Күндердің бір күнінде арыстан жортып ойнап жүріп, мойнынан аспа тұзаққа түсіп, шарқ ұрып, жылай беріпті. Тышқан келіп қараса, баяғы өзінің досы арыстан екен. Қасына келіп қарап тұрады. Сонда арыстан тышқанға қарап: «Лажың бар ма, бұған қылар?» деп тышқаннан көмек сұрайды. Тышқан тұра жүгіріп келіп, тұзақты қажап, қиып кеп жібереді. Арыстан тышқан досына қиын күнде іске жарағанына разы болып, «Рахмет, досым», деп қуанып, ажалдан айырғанына шат болады. Осындай себептер біреу-біреудің арасынан өтпей қалған емес. Тарихта, халық аузында мынадай мақалдар бар: «Ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, байдың ісі кедейге түсер, бәйбішенің ісі тоқалға түсер, арыстанның ісі тышқанға түсер, ердің ісі баз-базында дұшпанға түсер». Балалар, оқу іс-әрекетін қорытындылайтын кезең де келіп жетті. Біз бүгін қандай ертегімен таныстық? Бұл ертегінің кейіпкерлерін атап өтейікші. Арыстан қандай екен? Тышқан қандай екен? Сендер тышқанның орнында болғанда не істер едіңдер? Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Балалар, оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.